Кәсіпкерлер мемлекеттік қолдау арқылы 5 миллион теңге грант ала алады. Грант шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге өтеусіз негізде беріледі. Мемлекет қолдауын алу үшін кәсіпкер мынаны ескеру қажет. Кәсіпкер жаңа жұмыс орнын құруға міндетті. Сонымен қатар жобаға мемлекеттік грант қаражатын қоса, белгіленген мөлшерде өз қаржысында жұмсау қажет. Аталған анықтаманы өзіңізге қызмет көрсететін банктен ала аласыз. Айта кетейік, кәсіпкердер жобаны жүзеге асыру үшін жеткілікті инфрақұрылым болғаны маңызды. Грантқа өтінім беру оңай әрі тез. Ол үшін алдымен кезекте .kz порталына тіркелуіңіз керек. Өтінімді жеке кабинетте жасақтап, электронды цифрлы қолтаңба кілтімен қол қойып жолдайсыз. Өтінім қабылдағаннан кейін конкурстық комиссия отырысында жобаны қорғайсыз. Грант жеңімпаздардың есімі конкурстық комиссия отырысы өткеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде кезекте .kz порталындағы жеке кабинетте жарияланады. Кәсіпкер грант беру туралы шартқа қол қойған сәттен бастап бизнес жобаны іске асырады. Мемлекет грант қаражатын нысанды пайдалануын бақылау үшін белгілі бір мерзімді жобаға мониторинг жүргізеді. Өтінімдер қабылдау уақыты 15 күн бұрын Маңғыстау облысының кәсіпкерлік және сауда басқармасының ресми сайтына және Facebook, Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшаларға жарияланады.